Армысыздар ой салар әңгімелер каналының тыңдармандары. Бүгінгі әңгімемді тыңдамас бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі таң айқай-шудан басталды. Ашуға булыққан күйеуі ас бөлмедегі әйелін сөге бастады. Әкелерінің ашулы даусын естіген екі кішкентай үрейленіп көздері жәутеңдеп есіктің артына тығылды. Айқай үдей түсті. Саған айтпадым ба, бүгін менің семинар өткізетін күнім. Ашудан көздері қанталап, көк көйлегімді үтікте демедім бе? Неге қоңыр көйлегімді білгішсініп үтіктеп жүрсің? Болмашы нәрсеге айқай-шу шығарғаныңыз не? Сәл күте тұрсаңыз, көк көйлегіңізді де үтіктеп берем ғой. Ей, сен қатын, маған ақыл айтып тұрсың ба деп, апыл-ғұпыл заттарын жинап, есікті тарс жауып шығып кетті. Екі баланың көздері жасаурап, анашым, әкеміз сізге неге ұрыса береді? Әлде бізді жақсы көрмей ме деді. Балам-ау, бұл не дегенің? Әкелерің біз үшін күндіз-түні дамыл таппай жұмыс жасайды. Ұрысса жақсы болсын деп ұрсады. Жүріңдер, таңғы асты бірге дайындайық, деп анасы балаларының көңілін басқа нәрсеге алаңдатуға тырысып бақты. Әні-міні дегенше таңғы аста дайын болды. Кенет радиодан беріліп жатқан әуезді ән тоқтап, қала көшелерінің бірінде орын алған көлік апаты жайлы хабарлады. Көлік апаты жұбайының күнделікті жұмысқа өтетін көшелердің бірінде болыпты. Бойын бірден үрей биледі. Қалтыраған қолдарымен ерінің телефонына қоңырау соқты. Өшірулі екен. Ойы сан-саққа жүгіріп, тек ол емес, маған ашуланып жол апатына ұшыраса ше? Жоқ, мүмкін емес дейді. Оны мазалаған, егер расымен қаза тапса, балаларының ойында әкелері ашушаң жаман адам ретінде сақталып қалмақ па деген ой болды. Егілген бойда есікке қарай ұмтылғаны сол екен, кіргелі тұрған ерін көрді. Көз жасына ерік берген бойда ерінің мойнына асыла кетті. Әйелін құшақтап, жаңалықтарды естідің бе деп сұрады. Әйелі жауап беруге шамасы келмей, көргендігін ишаратпен жеткізді. Көлік апаты менің дәл жанымда орын алды. Сол кезде жиналыстан да маңызды нәрсені ұмытқанымды түсіндім. Егер мен қаза тапқанымда... Күбірлеген дауысты естіген кішкентайлар есіктің аузына жүгіріп келді. Алайда әкелерін көргенде әлі ашулы болар деген үреймен аналарының артына тығыла кетті. Әкесі балапандарын шақырып, құшағына қысып, мауқын басқанша сүйе берді. Сөзін жалғастырып, мен бүгін үлкен қателік жасадым. Таңертең үйден шығарда сендерді қаншалықты жақсы көретінімді айтуды ұмытып кетіппін. Мұндай маңызды сөзді ұмытуға бола ма? Жарты жолдан үйге қайтқан себебім осы. Мен сендерді жанымнан артық жақсы көремін. Анасы, бізге таңғы ас бересің бе? Кімнің қашан ажал құрығына ілінерін бір Алла ғана біледі. Қандай да бір кісімен қоштасарда, ертеңгі күні сізді сағынышпен еске алардай, жылы шырайыңызды аямаңыз. Кеш болған соң өкінгеннен пайда жоқ. Әлгі жерде қас-қағым сәтте жолдасы үйге кіргенше, әйел бірталай нәрсені ойлап та үлгерді. Ерін қаншалықты бағалап жақсы көретінін, балаларының алдында жақсы әке ретінде көрулерін ойлады. Біз де осылай Алланың сынағымен өз ойымызды, санамызды түзейміз. Алла бәрімізге жар болғай.